Қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өзіміздің қазақтың ұлттық тағамының бірі бешбармақтың қамырының рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге 500 грамм ұн және 2 жылток және тұз керек болады. Және еттің өзінің сорпасы, яғни 190 грамм еттің сорпасы қажет болады. 1,5 ас қасық тұзымызды салып, ыстық сорпада тұзды ертіп аламыз. Суығанын сәл күтеміз. Суып болғаннан соң, осылай таза қолымызбен сәл ғана батырып көреміз. Суығаннан соң жұмыртқамыздың сарыуызын қосатын боламыз. Ыстықтай қоссақ пісіп қалуы мүмкін. Және шанышқының көмегімен жақсылап тұрып араластырып, 500 грамм ұнымызға толықтай құйып жібереміз. 190 грамм құйыңыздар. Қорықпаңыздар, тексерілген рецеп және қолдың көмегіне жүгініп, өте сондай жұмсақ та емес, қатты да емес қамыр илеп шығамыз. Бұл қамыр өте сондай керемет болып иленеді және жұмыс жасағанға да өте сондай ыңғайлы қамыр иленіп шығады. Иленіп болған қамырды міндетті түрде пакетке орап, бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қойыңыздар. Тынған қамырымызға ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Ең алдымен кішкентай оқтаумен бастап алсаңыздар болады. Және сіздерге описанияға менің видеомды тастап кетем. Ол жерде толық қамырды қалай жаю керек туралы айтылған. Осылай бір қалыпты қамырды жайып аламыз. Жайып болған қамырымызды ортасынан пышақпен кесіп, 4-5 бөлікке бөліп аламыз. Мен 4 бөлікке бөлдім. Және қамырымның қалыңдығы осындай болды. Қатты чұқа қылып жібермеңіздер, және қатты қалың қылып жібермеңіздер. Орташа қалыңдықты аламыз. Қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды біртіндеп отырып саламыз. Міндетті түрде сорпа қайнап тұру керек. Қайнамаған болса қамырымыз езіліп кетеді. Қайнап тұрған сорпаға қамырымызды салып аламыз және осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар арасында. Қамырымызды салып, тағы да араластырып, бетін жауып 15-20 минут қайнатамыз. Қайнап жатқан қамырымызды арасында осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне достар, біздің қамырымыз уже пісіп дайын болды. Қараңыздар, ешқандай қамыр езілмейді. Қамырымызды сүзгішпен осылай суын, яғни сорпасын сорғытып легенімізге саламыз. Әр жерде әрқалай айтады. Және де бетіне тұздығын құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қатты езбей жібермеңіздер. Жай ғана ожаудың ұшымен ғана жасаймыз. Және де бізде сорпасына мен тұздығымды араластырып жіберем. Және қаймақ немесе лимон пайдаланам. Қаймақтың мен 4 қасық қостым және жақсылап тұрып араластырып ұсындым. Өте дәмді, керемет болып шығады. Енді әр жерде әртүрлі дайындайды. Біз жақта тұздығын қосамыз. Және бетіндегі қазысын, етін, картобын, сәбізін қосып, дастарханға қарай ұсынсаңыздар болады. Енді бұл менің өзімнің үйімдегі дайындап жатқан рецептермен бөлістім. Мүмкін сізге керегіңізге пайдаланып қаларсыз. Мен өлшенген рецепті сіздерге ұсындым. Қорықпай пайдалансаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыз.